Қайырлы күн. Сәлематсыздар ма, балалар? Сәлематсыздар. Демалыс күндеріңіз қалай өтті? Жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі күніміз сәтті болсын. Ал балалар, бүгін мен сендерге қызықты ойын алып келдім. Ойнағыларың келе ме? Иә. Олай болса, балалар, менің қолымдағы не? Текше, е? Текше. Оған нелер жабыстырылған? Тиын. Бұл не? Ақша, е? Ақша. Олай болса, қазір сіздермен қызықты ойын ойнаймыз. Бүгінгі сіздерге алып келген қызықты ойыны ақша жинаймыз деген ойын, е? Иә. Ойынның шартымен түсіндіріп өтейін. Сіздерге мен қазір мына қолымдағы тиын жабыстырылған текшені лақтырамын. Кімнің қолына түскенде бетінде қандай теңгенің суреті тұрады, сол теңгені барып, мына жерден аламыз. Е? Иә. Асайын. Фатима, ұста. Қарай ғой. Қандай тиын түсті, Фатима? Ал, әледен тауып алағы. Өзіне 20 тиын алағы. Жарайсың. Алағы тиын. Балалар, текше лақтыру арқылы бәріміз өзімізге ақша жинап алдық, е? Солай ма? Жарайсыңдар. Енді балалар, жинап алған тиындарымызды санайық. Қане, Дәбін, сен санап көре ғой. Бәріміз санаймыз, балалар. Неше тиын алып, бәріміз санаймыз тиындарымызды. Жарайсыңдар. Сен неше тиын жинап алғансың? 5-еуін жинап алған екенсің. Еще санай. 1. Айта өзің. 3. Әмина неше тиын жинап алған екен, балалар? Балалар, енді орнымызға жайғаса қояйық. Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетімізде ақшамен таныс боламыз. Ақша деген не, балалар? Ақшаны қайдан аламыз, балалар? Кім әкеледі ақшаны? Ақшаны үлкендер әкеледі, дұрыс айтасыңдар. Міне, тақтада қараймыз, балалар, міне. Ақшаның түрлері болады екен, е? Мына 500 теңге. Түсі қандай? Мына 1000 теңге. Шашады, е? Мына 2000 теңге жасы. Мына 5000 теңге қызыл. Мына үлкен 10.000 теңгелік ақша. Қандай түсі? Ақша, балалар, қағаз түрінде болады, және темір тиын теңге түрінде болады, е? Сіздер дұрыс айтасыздар, е? Бізге ақшаны үйімізге үлкендер әкеледі, е? Үлкендер оны қалай әкеледі? Жұмыс жасайды, е? Жұмыс жасайды. Папаларымыз, мамаларымыз жұмыс жасайды. Бұлар сосын еңбегіне ақша алады, ақшаны үйге әкеледі, е? Сосын оны жұмсаймыз отбасымызда, е? Не аламыз отбасымызда оған жұмсап? Не аламыз ақша? Нан аламыз, тамақ аламыз, сосын ойыншықтар аламыз, киімдер аламыз, дұрыс айтасыңдар. Жеміс-жидектеріміз аламыз, е? Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, қазір мен сендерге тағы да бір ойын ойнатқым келіп тұр, балалар. Ал папаларымыз, мамаларымыз ақша алғанда оны қай жерден алады? Білесіздер ме сендер? Банкоматтан алады, балалар, е? Банкоматтан алу үшін оған не керек салатын? Мынандай картасы керек екен, балалар. Банкоматтан ақшаны алу үшін мынандай әдейі картасы болу керек екен. Папа, мамаларымыз жұмыс жасап, еңбек ақыларын алуға мынандай банкомат карталарын алып, барып алады. Бұны алу үшін өзінің жасырын коды болады. Кодын басып, картамызды салса, ақша береді.
Mine балалар, қазір банкомат ойын ойнаймыз, иә? Мен сіздерге банка карточкасын таратып беремін. Ұстап тұрамыз, таратып беремін. Енді балалар, банкомат картасын қолымызға алдық, иә? Мынау алдымызда жатырған пішіндердің суретінен секіріп барып, мынау тұрған екі банктен, Халық банкі және Кәсіпбанкінен қай банктен ақша алуымыз керек, соны аламыз, иә? Жарай ма? Мына пішіндерді секіріп барамыз. Дұрыс барайық. Екектен барамыз бала, екі банк қой, екектен барайық, жарайсың. Міне. Аяла, Халық банкінен алайын деп жатыр. Ал, саламыз. Bankomattan nechta tenge alding? 5.000 tenge aldım. Teremiz kodumuzu. Teremiz. Bay teremiz. Hep 4 sandı teremiz. Жарайды, енді ақшаңды күте ғой. Ал енді банкоматыңды алуға кетіп қалмаймыз, банкоматымызды аламыз. Жақсы бара ғой. Келесі бала келіп ала берсін ақшасын. Енді кім? Ақшаны банкоматқа барып, мынандай карта салып банкоматтан алады екенбіз, иә? Енді ол ақша үйге келгеннен кейін біздер жұмсаймыз, иә балалар? Келген ақшаны жұмсаймыз. Қазір енді мен сендерге тағы да бір ойын ойнатамын. Ойын отбасы табысы, отбасы шығысы деп аталады, иә балалар? Мына көріп тұрғандарыңыздай әмияндағы ақша, иә? Бұл шығып кетіп жатқан шығыстар, иә, отбасындағы. Қайда жұмсаймыз ақша келгеннен кейін? Тамаққа, киімге, ойыншыққа жұмсаймыз дедік, иә? Мына отбасы табысы, иә, балалар, міне, иә? Міне, қашөлекте. Енді мынау отбасының ақшалары да төлемге кетіп жатқан, иә? Енді маған кім келіп, бір бала келе қоямыз. Дарын келе қой. Дарын келе қой. Мына жерде суретке қатысты кім білседі? Қарайшы. Ата ақша табады дейе, міне. Ата үйде ақша табады, иә? Ата ақша табады. Сосын тағы. Мама ақша табады. Анда қояғы ана жерге барып. Жарайсың. Үйде ақшаларды қайда жұмсаймыз, балалар? Не алуға жұмсаймыз? Не аламыз? Не алуға жұмсаймыз? Дәрі алуға жұмсаймыз, е? Міне, үйге қояғы. Дәрі алуға жұмсаймыз, е? Тағы жатқа жұмсаймыз. Қараймыз, е? Балалар?
Ақшаға тағы не аламыз? Oyuncak. Иә, қайсы ойыншық? Иә. Ол қайсысына жабыстырасың? Отбасы шығынына жабыстырамыз, иә міне. Әке, иә? Mama. Ата әжелеріміз зейнетақы алады. Ата әкеміз жұмыс жасайды, иә? Жұмыс жасайды. Мамамыз да табыс табады екен, иә? Үйде бөпе бағып отырғанда да анамызға үкіметтен ақша төленеді. Бұлардан үйге табыс әкеледі екен, иә? Ал енді біздер үйге кірген табыстарды қайда жұмсаймыз, балалар? Дәрі-дәрмегімізді аламыз, ойыншығымызды аламыз. Автобус. Иә, автобусқа мінсек те бізге ақша төлеуіміз керек, иә? Сосын киім алу үшін де ақша төлеуіміз керек. Жеміс жидек алу үшін ақша төлеуіміз керек. Тамақтарымызды алу үшін ақша төлеуіміз керек екен. Жарайсыңдар балалар? Болмайды, иә? Ақшаны үнемдеп жұмсау керек, иә? Ақшаны бостан-бостан жұмсауға болмайды. Артық ақшаны не істеуіміз керек, балалар? Береміз. Не істеуіміз керек? Мынандай? Салу керек. Иә, бұл балалар? Иә, бұл тиын жинайтын құты, иә? Соған артық ақшаларымызды жинап тұруымыз керек, иә? Ақшаны үнемдеп жұмсауымыз керек. Біздер ақша, қағаз ақша болады дедік, иә? Және тиын ақша болады дедік, иә? Енді біздер осы ақшаларын, иә? Тәжірибе жасап көреміз, иә? Сендерді мен екі топқа бөліп қойдым, иә? Мына ақша, мына аяқ тобы ақша тобы болсын, мына аяқ тобы теңге тобы болсын, иә? Ақша жақ тобы сумен тәжірибе жасаймыз. Ал теңге жақ тобы үрлеу арқылы ақшаға тәжірибе жасаймыз, иә? Тиынды берем. Саламыз, теңгені суға саламыз. Саламыз суға, саламыз. Салып жібереміз, Бексұлтан теңгені саламыз. Саламыз. Ал, істеді теңге? Істеді? Істеді теңге? Суға істеді? Батып кетті, иә? Неге батып кетті бұл? Бұл ауыр себебі, да? Суға батып кетті. Ал енді қағаз ақшамыз салып көрейікші суға. Жайлап сала қоямыз. Қағаз. Бәрі судың бетінде тұрма, астында тұрма ақшамыз, қағаз ақшамыз. Судың бетінде тұр балалар, иә? Себебі қағаз жеңіл, иә? Бұл суға батпай қалды. Ақшамызды шығарамыз, тиын ақшамызды шығарамыз қасымызға. Енді қағаз ақша шығарымды, қағаз ақшаларды қоялдар, иә? Ақшамызды, қағаз ақшамызды бала міне үрлейміз. Үрлеушіні аламыз қолымызға. Қағаз ақшаны үрлейміз. Үліп көреміз. Темір ақшаларын үліп көріңдер енді. Темір ақша қозғалды ма? Темір ақша қозғалды. Темір ақша қозғалмай тұр, иә? Ал жарайсыңдар. Темір ақшаларын қозғалмай тұр. Ақшамыз жеңіл, иә? Ол сондықтан желдеткенде міне ұшып кетті, иә? Ал темір ақшамыз міне қозғалмайды. Балалар, бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекеттегі ойындарымыз ұнады ма сіздерге? Иә! Біздер не туралы айттық? Ақша туралы айттық, иә? Ақша қандай түрлері болады екен? Қағаз ақша, және тиын ақша болады екен, иә? Не істедік біз ақшамен? Ақшаны қайдан алдық? Қандай ойындар ойнадық? Суға батырды қақсан. Иә, суға батырып тәжірибе жасадық. Сосын банкоматқа барып ақша алды. Банкоматқа барғанда ақшаны қалай алу керек екен? Банк картасын саламыз. Аламыз ақшаны сосын. Иә, сосын Басамыз да өзіміздің құпия кодымызды басамыз, сосын ақшамызды аламыз. Ақшаны кім әкеледі үйге, балалар? Мамамыз, папамыз, иә? Үлкен адамдар табыс табады, иә? Біздер де ертең үлкен болғасын, мамандық алып, еңбек етіп, табыс табамыз, иә? Ақшаны қалай жұмсау керек?
Қалай болса солай жұмсау керек па? Керек емес заттарды алуға бола ма? Болмайды. Я ақшаны үнемдеп жұмсау керек. Артық ақшамызды не істеуіміз керек? Үйде тиын жинайтын құтыларымызға салып жинауымыз керек. Оны қажетімізге жаратады екенбіз.